Алматы облысы Қарасай ауданы Әйти ауылы Бектімбай Қосынов атындағы орта мектеп. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ахметова Жаннұр Дастановна. Дінмұхамед Қонаев өмірдің екі тірегі үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау деді. Менің ұстанымым осы сөзбен тура келеді. 9 сынып қазақ әдебиеті. Ұлпан романындағы Ұлпан бейнесі. Оқу мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Сабақ мақсаты оқушылардың кейбірі көркем шығарманың идеясына сай үзіндідегі кейіпкер сөзін, ішкі толғанысын, ой пікірі бойынша қорытынды шығарып, өмірмен байланыстырады. Бағалау критерийі үзіндіден кейіпкер сөзіне мысал келтіреді, кейіпкердің ішкі толғанысын табады, өмірмен байланыстыра отырып, өз көзқарасын білдіреді. Ұлттық мектеп дегеніміз ұлттық рухта тәрбие беретін орын. Өскелең ұрпақ білім мен ұлттық тәрбие негіздерін өзінің ұлттық мектебінде алады. Дарынды оқушылармен жұмыс жүргізу барысында ұлттық құндылықтарды дәріптей отырып, ұлттық ойындарды әдіске айналдырдым. Мысалы, бүгінгі сабағымда ханталапай және жамба әдісін пайдаланамын. Оқушыларға кері байланысты да қазақтың ұлттық құндылықтары бата түрме жүргіземін. Мысалы, өркенің өссін, өнерің өрге тассын, мерейің үстем болсын. Білімді, жан жақты қабілетті ұрпақ ұлтымыздың баға жетпес байлығы. Ахмет ғалым айтады, әдіс керекшіліктен шығатын нәрсе, әдістің жақсы жаман болмағы жұмсалатын орнына қарай дейді. Оқушылар, ендігі тапсырманы жамбы ату әдісі бойынша орындаймыз. Сұрақтар жеңілден күрделіге қарай орналасқан. Алтын жамбы, күміс жамбы және қола жамбы бар. Кім көп ұпай жиналса, сол оқушы жеңіске жетеді. Жүргіземіз. Алтын жамбы, қола жамбы, күміс жамбы. Яғни бұл жердегі сұрақтар жеңілден күрделіге қарай құрастырылған. Ал кім қандай жамбыны таңдайды? Күміс жамбысын таңдаймын. Жақсы, алтын жамбы. Ал Ерасыл, күміс жамбыны ұстап қой, қандай тапсырма бар екен? Қазіргі таңда Ұлпан анаға кімді ұқсатасыз? Бұрынғы заманның батыр анасы Ұлпан ана болғанмен, қазіргі заманның батыр анасы Сырға апа. Сырға апамыз 47 баланың анасы. Ол жетім балаларды бауырына басып отырған жалғыз батыр ана. Ұлпанның қандай ерекшелігі бар? Неге ұлпанды ұлттық символ ретінде қарастырамыз? Менің ойымша, ұлпан ол аналардың анасы, және де ол сөзге шешен болған, еліне қамқор аналардың бірі болған. Ол осы қасиеттерді өзінің анасынан алған болатын. Оның анасы да еліне сай, еліне қамқор әйел болған. Және де осы ұлпан кішкентай кезінен үйдің жалғызы болғандықтан ол еркек шыра және де өзіне еркін қыз болып өседі. Ол өте парасатты, өжетті және ақылды қыз болып өседі. Еліне деген махаббаты шексіз болған. Диляра, жамбы атудан алтын жамбыны ұтып алдың, өте ұтымды жауап бердің. Енді жүрсін, кері байланысты қалай берер едің? Менің ойымша, Диляра, алтын жамбыдағы сұрақтарға жақсы жауап берді. Ұлпанның қандай ана болғанын дәлелдеп бере алды. Өз көзқарасын, ойын жақсы жеткізді, сондықтан өркенің өсті. Жақсы, Диляра, өркенің өссін, өнерің өрге тассын. Келесі тапсырманы ханталапай әдісі бойынша орындаймыз. Асықтардың орналасуына байланысты тапсырмалар берілген. Бүк асық көтерілген мәселе бойынша идеясын табады. Шік асық шығарма кейіпкері Ұлпанға мінездеме береді. Асығымыз тәйке орналасса, шығарманың идеясын анықтап, өз көзқарасын білдіреді. Алшы кейіпкердің ішкі толғанысын үзіндіден мысал келтіре отырып, өмірмен байланыстырады. Ең күрделі сұрақ хан асығында берілген. Ұлпан романтикалық характер үзіндіден мысал келтіре отырып дәлелдейді. Және осы тапсырмаларға байланысты орындалған тапсырмаларды бір-бірімізбен өз ара бағалау арқылы. Ең күрделі тапсырма әрине хан асығында орналасқан. Кім қай асықты таңдайды балалар? Мен асығым. Жақсы, жақсы. Апай, мен хан асығын таңдаймын. Хан асығы жақсы, Ерлан. Бүк асығы. асығы. Ал жақсы балалар, үзінді бойынша осы тапсырмалармен жұмыс жасаймыз.
Қанталапай әдісінде асығым алшысына түсті. Яғни кейіпкердің ішкі толғанысын өзіңізбен мысал келтіре отырып, өмірмен байланыстыратын боламын. Ұлпан келінінің жасынан кіші болғанына қарамастан, өзін келіндердің үлкені ретінде биік ұстады. Ұлпан өз бойындағы өрлікке барып, атақты бай би адамның ауылындағы көріксіз халге қатты намыстанды. Өзі кедей ауылдан шыққандықтан жарлы Жақыбайға жаны ашыды. Ұлпан кең пейілді, адамгершілігі мол Сибан елінің кедей кепшіктеріне қол ұшын беретін әйел адам болған. Біз бұны мына шығарма жолдарынан біле аламыз. Бұл күндері Ұлпанның қолы да босай алмады. Қой қырқылып, жылқы күзеліп жатқан кез екен. Әуелі бір кемпір келді. Қарағым-ай, 4 жетімек немене тырдай жалаңаш. Тым болмаса бір-екеуіне күпті тігіп беретін жабағы берші. Ала ғой шеше, 4-еуіне де жететіндей етіп ал. Біз бұл шығарма жолдарынан Ұлпанның қандай жағдайда болмасын, кедей кепшіктерге қол ұшын беретіні туралы айта аламыз. Алмат, сенің асығың алшысынан түсті, өте жақсы жауап бердің. Енді Томирис қалай кері байланыс берер еді? Менің ойымша Алмат өз ойын толықтай жеткіздіре білді. Және екіншіден ол кейіпкерлердің ішкі толғаныстарын таба алды. Үшіншісінен айтатын болса, ол өмірмен байланыстырып отырып, өз көзқарастарын мысал арқылы жеткіздіре алды. Жақсы, рахмет. Мен хан асығын таңдадым. Ол жерде берілген тапсырма Ұлпан романтикалық характеріне өзімізден мысал келтіре отырып дәлелдеу. Ұлпан романтикалық характері. Тарихи адам өмірінің реалды шындығын жазушы. Оны сәл көтере түсе, өз ортасынан оқшау шыққан адам екенін танытар қаһармандық қасиеттермен әрлейді. Қарапайым қазақ қызының іс-қимылы да, сөзі де бір көргеннен ірі танылады. Батырдың ерке қызы, шаңырақтың ошағы, 10 саусағынан өнері тамған несібелі ананың қызы. Ұлпан сөзі куәлі, өзі дуалы бәйбіше. Ол орта жүзді аузына қаратқан әулие ана. Ұлпан өмірден көп қиыншылық көрген адам. Сондай-ақ көркіне мінезі сай, биязы да инабатты, сұлу да сымбатты. Ұлпанның инабатты екенін романның мына тұстарынан байқаймыз. Бала жігіт бұл жолы да тез жауап қайтарды. Арызымызды айтып кел деген жұрт асқақтай сөйле деп тапсырған жоқ еді, ағалар. Солай болып шықса айып өзінде. Жүйелі сөз жүйесін табар, жүйесіз сөз иесін табар деген бар ғой. Міне айыбым деп атынан түсе қалып, ұзын шылбырын Кенжетайға қарай серпіп жібереді. Әйтеуір ат жетелеп жүрген екенсің, мұнаны жетелей жүр. Міне осы тұстарынан еркек шора киінген Ұлпанның Есеней мен оның жанындағы 4 адамдарға осылай жауап қайтарып кетті. Ерлан, сен өзіңні хан асығына берген тапсырмаңды қалай бағалайсың? Кері байланыс беріп көрші? Мен Ұлпан романтикалық характеріне өзімізден мысал келтіріп, өз көзқарасын жеткізе білдім, және оны дәлелдей білдім деп деуге болады. Сондықтан мен өзіме 9 деген балл қоя аламын. Жақсы, өркелімізсің бала. Кері байланысы бірімізге бере білдік, өте ұтымды кері байланыс жасадыңыздар, өркендерің өссін, өнерлерін жүзге тасын. Енді оқу тапсырмасына қараймыз. Оқу тапсырмасы аргументативті эссе жазу. Ұлпан романдағы Ұлпан бейнесін өмірмен байланыстыра отырып талдап жаз. Яғни мына бағалау критерийін қарайсыздар. Құрылымын сақтайсыңдар. Ұлпан романынан 3 дәлел келтіресіздер. Оған өз көзқарасыңды білдіресің, және қазіргі өмірмен Ұлпан анаға кімді теңестіресіздер, өмірмен байланыстырасыздар. Оқу тапсырмасы осы. Сау жүргіземіз. Оқу тапсырмасы аргументативті эссе жазу. Ұлпан романдағы Ұлпан бейнесін өмірмен байланыстыра отырып талдау жаз. Бағалау критерийі: құрылымын сақтайды, 2-3 дәлел келтіреді, көзқарасын білдіреді, өмірмен байланыстырады. Оқушылар, бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз. Жүйелі жүргізген сабақ нәтижесінде оқушылардың бойынан мынадай өзгерістер байқалды. Тілдік дағдыны жетілдірудің теориялық негіздері анықталды. Тілдік дағдыны саралаудың критерийлері мен ерекшеліктері айқындалды. Оқушылар өз ойын саралап, еркін жеткізе алды. Пікірталас алаңында еркін ой білдірді, және бір-біріне ұтымды кері байланыс берілді. Ұлттық құндылықты дәріптейтін шығармашыл, дарынды тұлға қалыптасты. Оқушымен жұмыс жүргізудегі негізгі мақсатым ұлттық өнеріміздің, мәдениетіміздің, дәстүріміздің озық үлгілерін жас жеткіншектердің жан дүниесіне сіңіріп, ұлттық рухты оқушылар тәрбиелеу. Мырзабай Ерлан, Мұқағали Мақатай келі болашақ. Көп құмарттым,
өмірге көп көрмедім. Үміт еттім, ұмтылдым, көптерледім. Аш көзденіп қайтайын ней болашақ, көрмеген күндерімді өткерменің. Сапалақ, сан ой мені мезі қылды. Сен түйсінбеген сезімімді, атам жортса арқамнан мыңқ етпеген, айыптасаң өзің біл төзімімді. Шыр жорығына аттандым, кезіп жүрдім. Мен бір сәт дамылдадым, көзімді ілдім. Жазылмаған жырымды жалғайсың ба, жаңа жыр бастайсың ба, өзің білдің. Сың сөзімен қорытындылағанда, дарынды бала бұл белгілі бір салада жетістіктері айқын көрінетін, немесе сондай жетістіктер әлеуеті мол бала. Назарларыңызға рахмет. Ахмет ғалымның сөзімен қорытындылайтын болсақ, әдіс керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы жаман болмағы жұмсалатын орынның керек қылуына қарай. Дарынды оқушымен жұмыс барысында ұлттық дәстүрді дәріптей отырып, бес тас, көкпар, арқан тарту әдістерінде пайдалану арқылы дарынды оқушының шығармашылық қабілетін дамытып отырдым деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.